Баласымен орысша сөйлеп тұрған ананы көргенде қандай күйде боласыз? Өйткені қазіргі көзге түсіп жүрген енді көріністердің бірі ғой көзге түсетін. Жиіркенішпен қараймын мен. Жиіркенішпен қараймын. Бізде осы қоғамның бір мүшесі болғаннан кейін ары бері жүреміз, елдің ортасында жүріп атамыз. Жаңағындай бір орталықтарда боламыз. Сонда осы шүлдірлеп баласымен, не болмаса немересімен басқа тілде, өзінің ана тілінде сөйлемей, басқа тілде сөйлеп атқандарға мен расында жиіркенішпен қараймын. Мен енді алғашқы кезде ескерту де жасап көрдік. Жұрттар өте ашуланып, өзіңе дүре қарсы сөйлеп, содан кейін қазір мен ондай кісілерге тіпті ескерту де жасауды қойдым. Тек менде бір жиіркеніш пайда болады ондай кісілерге. Болды.